Сәлем достар, біздің елімізде түрлі тіршілік көздеріне қолайлы экологиялық жағдай осыдан миллиондаған жылдар бұрын қалыптасып, флора мен фаунаның мол болуына өз әсерін тигізген. Енді бір минутқа Қазақстан жерінде, мезозой дәуірінде және одан кейінгі кезеңдерде алып денелі динозаврлардың жүргенін көз алдарыңызға елестетіп көріңізші. Бұл әрине кез келген адам үшін өте қызықты тақырып болып келеді. Ал біздің далада осыдан миллиондаған жылдар бұрын қандай динозаврлар мекендеген? Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін қазақ жерін басып, аспанда ұшып және суында жүзіп мекен еткен динозаврлар жайлы айтатын боламыз. Ғалымдардың айтуы бойынша динозаврлар жер бетінде алғаш рет 225 миллион жыл бұрын пайда болып, 160 миллион жыл бойы жерде үстемдік еткен жануарлар болып саналады. Мезозой дәуірінде динозаврлар өздерінің өрлеу шыңына жетеді. Сол сәтте олар екі отрядқа, 25 тұқымдасқа және 200 тұқымға жинақталады. Олардың арасында жерді бір қадаммен сілкіндіріп жіберетін алыптары мен ең кішкентайлары да болатын. Бұл топтар барлық жер шарының құрлықтарына тарап тіршілік еткен. Бірақ бор дәуірінің соңында динозаврлар ақырындап жойыла бастайды. Ал 65 миллион жыл бұрын нәсілдермен құрып кетеді. Дегенмен түгелдей жойылып кетуінің бірнеше нұсқасы бар. Ең негізгісі жер бетіне алып кометаның құлауы болса, екіншісі ауа райының күрт өзгеруі. Сондай-ақ биоқордың азаюы және биологиялық түр ретінде өз миссиясын тоқталуы деген теориялар бар. Ал динозаврлардың ең көп болып жер шарының түкпір-түкпірінде тараған кезінде Қазақстан аумағында қандай динозаврлар мекен еткен? Әлемнің әр жерінде археологиялық қазбалардан кейінгі табылған қаңқаларға қарап, миллиондаған жылдар бұрын қай жерде қандай динозаврлар мекендегенін анықтаса болады. Тобымызды аликтрозавр атты тиранозавр тұқымдас жыртқыш динозаврдан бастайық. Аликтрозаврдың биіктігі 2 метр болса, ұзындығы 5 метрден асып кететін, ал салмағы 1-1,5 тоннаны құрайтын. 94 немесе 70 миллион жыл бұрын өмір сүрген аликтрозавр Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Монголия мен Қытай жерлерінде мекен еткен. Қазақстанда бұдан басқа да аса ірі денелі жыртқыш динозаврлар болған. Олар тиранозавриттер қатарына жататын тиранозаврлар. Америка мен Евразия құрлығында кездесіп, T-Rex болып танылған жыртқышты білмейтін адам жоқ шығар. Бойы 7 метр, ұзындығы 13 метр, ал салмағы 10 тоннаға жететін алып динозавр біздің жерімізде мекен еткен ең ірі тіршілік көзі болып саналады. Бұл қаһарлы жыртқыштың көлемді басында ұзындығы 1 метрден асып түсетін жақ сүйектері болған. Ал жалпақ жан басы мен ұзын әрі күшті құйрығы жылдам қозғалуға мүмкіндік беретін. Тиранозавр олжасын бас сүйегімен жаншып жіберетін болған. Ал ара темір тәріздес тістері жемтігінің сүйектерін бытырлатып, етін жұлып тастауға бейімделген. Бұл Қазақстан жерінде мекен еткен ең ірі тіршілік көзі емес, сондай-ақ ең қауіптісі болып саналады. Ең үлкен динозаврлардан ең кішкентайларына көшейік. Батрахагнат. Бақа тәрізді, бірақ ұша білетін птерозаврлардың қатарына жататын кішкентай батрахагнаттың сүйектері тек Қазақстанда табылған. Сонымен қатар біздің елде өзге елдерде болмаған динозаврлардың бірнеше түрлері бар. Олар жайлы алдында айтатын боламыз. Ал батрахагнаттар жайлы жалғастырсақ, жәндіктермен қоректенетін кіші птерозаврлардың қаңқасы оңтүстік Қазақстанның Бәйдібек ауданында, Қошқарата ауылы мен Қаратау тауларының арасында табылған. Немангозавр – тераподтардың қатарына жататын шөптермен қоректенетін динозавр. 92 миллион жыл бұрын қазіргі Қызылорда облысының жерлерінде мекен еткен. Бұл кесірткенің ұзындығы 2 метрден 3 метрге дейін жетсе, салмағы 150 килограмм болатын. Қазақстан жері флораға бай болғандықтан шөппен қоректенетін динозаврларға өсіп көбеюіне өте қолайлы жағдайлар болатын. Плеозаврлар суда мекендеген ең ірі жыртқыштардың бірі болып саналады. Осыға дейін плеозаврлар тек мұхиттарда болатын деп саналса, Қазақстанның аумағында да бұл алып жыртқыштың қаңқасы табылған еді. Суда плеозаврдың бірде-бір қарсыласы болған жоқ. Бұл жыртқыш динозавр көзіне түскен кез келген тірі ағзаны жеп қоятын. Үлкен, кіші, тіпті туыстас динозаврлармен қоректенетін. Сонымен қатар плеозаврлардың асқазанында ұшатын птерозаврлар да табылған. Ол дегеніміз плеозаврлар судан секіріп қоректене алатын білдіретін. Плеозаврдың бас сүйегі әлемдегі болған жыртқыштардың арасындағы ең үлкені болып саналады. Оның басы 2,7 метрге дейін жететін. Құйрығы кішкентай, ал денесі арық әрі ұзын болатын. Дәл соның салдарынан ол өте жылдам жүзе алатын. Жылдам, үлкен, мықты жақ сүйектері мен тістері.
Бұл өлтіруге арналған машина өз жолында бірде-бір тірі жанды қалдырмайтын. Гадрозавриттер үйрек тұмсық динозаврлардың қатарына жататын шөппен қоректенетін ежелгі кесіртке. Бұл 145 немесе 66 миллион жылдар бұрын Қазақстанда мекен еткен динозаврлардың түрі. Европа, Америкада, тіпті Антарктидада кездесетін. Ал келесі орындағы аралозаврларда үйрек тұқымдас динозаврлардың қатарына жатқанымен, олар тек қана Қазақстанда мекен еткен. Олардың ұзындығы орта есеппен 8-9 метр болса, бойы 2 метрге дейін жететін. Аралозаврлардың сүйектері Қазақстанда 1968 жылы палеонтологтармен Арал теңізінің қасында табылған. Байқасаңыз, аралозаврлардың атауы олардың тұрған мекеніне байланысты болып қойылған. Аралозавр, яғни арал кесірткесі. Аралоздархо птерозавр тұқымдас бор дәуірінің басында өмір сүрген аспан жыртқышы. Бұл птерозавр тек Қазақстан аумағында кездесетін. Ғалымдар оның толық қаңқасын таба алмаса да, табылған сүйектерді қосып реконструкциясының арқасында түгел бейнесін жинап шықты. Аралоздархо атауын түбіріне қарасаңыз, оның мекен еткен жерін оңайлықпен анықтай аласыз. Келесі тағы да птерозавр тұқымдас кесіртке. Жалпы Қазақстанда ұшатын птеродактиль тәріздес кесірткелер өте көп болған. Мүмкін соның салдарынан біздің мифологиямызда айдаһарлардың түр-түрлері кездеседі. Сордес атты птерозавр да сол көптеген аспан айдаһарлардың қатарына жататын. Түркістан қыраттарында жүргізілген ұзақ жылғы зерттеулер барысында Юр дәуірінде мекен еткен Сордес атты птерозавр табылған. Ал Жамбыл облысындағы Қаратауда табылған Сордестің сүйегі бұзылмай сақталған еді. Бұл қазақ жерінің оңтүстігінде мекен еткен алып птерозаврлардың бірі болып саналады. Әрине, бұл динозаврлар мен қазақстандық кесіртке тәрізді жануарлардың тізімі аяқталмайды. Бірақ қазіргі кезге дейін табылған және ресми тарихқа енгізілген динозаврлардың тізімі дәл осындай. Ал басқа динозаврлардың сүйектері тексеріс пен зерттеулерден өту үстінде. Оны тек біздің палеонтологтар емес, солай World Discovery ұжымының жұмысшылары зерттеу барысында. Мезозой дәуірінің бор қабаты мен кайнозой дәуірінің палеогенді қабатының арасындағы үрейлі динозаврлардың сүйек қалдықтары мен жұмыртқа қауыздары қазақ байтақ тарихын тың тереңге тартады. Бүгінгі видеода біз көрермендеріміздің сұранысы бойынша динозаврлар жайлы айттық. Сондықтан бүгінгі видео сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіз. Өйткені сіздің басқан лайкыңыз біздің еңбегіміздің ақталғанын білдіреді. Әрине, Пазл каналына жазылып, өз достарыңызды шақырып, мына жердегі қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Сонда біздің шығып жатқан жаңа видеоларды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Ал видеоның сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі сілтемелер бойынша сіз біздің әлеуметтік желілеріміздегі парақшаларға өте аласыз. Мысалы, ВКонтакте тобымызда күлкілі, ғылыми, қызықты, пайдалы жазбалар күнде шығып отырады. Ал Puzzle Life атты екінші YouTube арнамызда біздің өмірімізбен байланысты және де басқа да көптеген қызықты видеолар шығып отырады. Сондықтан видеоның сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі сілтемелерді дұрыстап қарап тіркеліп кетіңіз. Және әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл!